Күн астындағы күнекей қыз ертегісі. Ертеде бір жесір кемпір болыпты. Кемпірдің перзент дегенде жалғыз ұлы болыпты. Ал малдан 10 шақты ешкісі ғана болыпты. Бір күні бала ешкілерін бағып жүріп, бір топ жайылып жүрген киікті көреді. Олардың ішінде алтын мүйізді бір киік бар екен. Бала шешесіне бір топ киік көргенін, олардың ішінде алтын мүйізді киік бар екенін айтады. Қанға алтын мүйізді киікті тарту етсем, сыйлық берем екен дейді шешесіне. Шешесі, ұстай алсаң алып бар, сияпатсыз қалдырмас дейді. Бала алтын мүйізді киікті ұстап алып қанға апарар жолда, ханның уәзірі көріп, маған бер, қанға мұны апармай-ақ қой дейді. Бала, жоқ, мұны қанға келе жатырмын деп бермейді. Бала ханға алтын мүйізді киікті тарту етеді. Хан уәзірлерімен ақылдасып, бұл баланың тартуына сыйлық беруге бола ма деп сұрайды. Уәзірі сонда жоқ, болмайды. Бұл киіктің астына қоятын тағы болады. Тағының 2 қанаты болады. Бірі алтын суына малынған, бірі күміс суына малынған. Бала соны тауып әкелсін. Сіздің салтанатыңыз сонда келсек. Бала соны тауып әкелсін, сонда сыйлық берерсіз дейді. Хан баланы шақырып, бұл киіктің астына қоятын тағы болады. Оның 2 қанаты болады. Бір қанаты алтын суға, екінші қанаты күміс суға малынған. Соны тауып әкелсең, сыйлық беремін дейді. Ал таба алмасаң, басыңды аламын дейді хан. Бала бұны естіп, жылап шешесіне келеді. Шешесі, жылама, өзім іздеп табамын деп жолға шығады. Бір жерлерге келгенде бір топ киікті көреді. Киіктің ар жағында жердің жыртығын жамап отырған бір кемпірді көреді. Кемпірге мән-жайдың бәрін баяндап береді. Сонда кемпір, Мысыр шаһарының бер жағында шаһар бар. Киіктің тағын сонда істейді. Балаңның қолына 1000 ділдә беріп, сонда жібер дейді. Баланың шешесі бар жиған тіргенін, ешкісін сатып, өзі бірнеше жылға мал бағуға бір байға жалданады. Баласына 1000 ділдә құрастырып береді. Бала 1000 ділдәні алып Мысыр шаһарына аттанады. Бірнеше жол жүріп, шеберге келеді. Киіктің астына қоятын тақ істетуге келгенін айтады. Бала 1000 ділдәні шеберге беріп, киіктің астына қоятын тақты істетіп, үйіне қайтып келе жатса, жолында үлкен бәйтеректі көреді. Оның түбінде 2 құдық бар екен. Бірінде алтын су, бірінде күміс суы бар екен. Бала алып келе жатқан тақтың бір қанатын алтын суға, бір қанатын күміс суға малып алады. Тақты алып ханға келеді. Айтқандай, тақты алтын мүйізді киіктің астына қойғанда, киік сарайдың сән салтанатын келтіріп тұрады. Хан уәзірлерімен ақылдасып, мұнысына қандай сыйлық береміз енді дейді. Уәзірі, жоқ тақсыр, мұнысына да сыйлық беруге болмайды дейді. Пәлен жерде жер астында өсіп тұрған алтын ағаш бар. Соны әкеліп, сіздің есігіңіздің алдына қондырсын. Сонда ғана сыйлық беруге болады дейді. Хан баланы шақырып, жер астында өсіп тұрған алтын ағашты тауып әкелсең, сонда сыйлық беремін дейді. Бала алтын ағашты іздеп кетеді. Бірнеше жол жүріп, бір жерге келсе, алдынан бір ақсақал шал шығады. Бала мән-жайды әлгі ақсақалға айтады. Ақсақал, осы бетіңмен жүре бер. Бір жерлерге барғанда биік тауларды көресің. Таудың бауырынан бір қоян қашады. Соңынан қалмай қуа бер. Қоян үңгірдің сол жағына кірсе, сен үңгірдің оң жағына кір дейді. Онда қыры-құрыға жолғасың. Олар сені өлтірем десе, мен әп-сәтте ет пісіре аламын дейді. Олар саған ет пісіріп қарап тұрады. Сен етті қазанға салып, мына кезікпен түртіп қал, сонда ет өзінен өзі пісіп шығады деп шал балаға бір күміс алтын сапты кезік береді. Сонда бірнеше күн ет пісіруші болып жүре тұрасың. Олар сені үңгірге тастап, өздері сыртқа шығады. Сол уақытта түкпірдегі ақ сандықты ашсаң, ішінде көк сандық бар. Көк сандықтың ішінде дәрі болады. Дәріні ал да пісіп тұрған етке шаш. Құры-құры бірінен соң бірі өле береді дейді. Үңгірдің ішін араласаң, іздеген ағашың алдыңда тұрады.
Алтын ағаштың бұтағын кесіп қолыңмен ұстап, екі аяғыңмен ағаштың тамырын басып, екі көзіңді жұмып, сонда таң ата ханның есігінің алдына ағаш өзі келіп орнайды, дейді шал. Бала шалдың айтқанымен келе жатады. Таудың үңгірінен қоян қаша жөнеледі. Бала соңынан қалмай қуа береді. Қоян бір үңгірге барып кіреді. Үңгір екі тарым болып бөлінеді. Қоян сол жаққа, бала оң жақтағы үңгірге кіреді. Үңгірдің ішінде балаға қырық ұры кездеседі. Олар баланы өлтірмекші болады. Бала лезде ет пісіре алатынын айтады. Ұрылар баланы өлтірмей ет пісіруге алып қалады. Бала біраз уақыт ұрыларға ет пісіріп жүреді. Бір күні бала ұйықтап жатса, баяғы ақсақал баланың бүйірінен түйіп қалады. Бала оянса түсі екен. Бала жан-жағына қараса, бұрышта ақ сандық тұр. Сандықты ашып, ішінен көк сандық бар екен. Көк сандықты ашып, ішіндегі дәріге көз түседі. Бала дәріні алып, ұрылардың барлығының сыртқа шыққанын аңдиды. Бір күні бәрі сыртқа шыққанда бала ет пісіріп, дәріні шашып жібереді. Ұрылар есік алдына келіп, топырлап өле береді. Бала үңгірді аралап өсіп тұрған жалғыз ағашты көреді. Алтын ағашты қолымен мықтап ұстап, екі аяғымен тамырын басып, екі көзін жұмады. Бала көзін ашып қараса, таң ата алтын ағашты ұстап, ханның есігінің алдында тұр екен. Таң ертең хан уәзірлерімен алтын ағашты көреді. Бұрынғы ма хан салтанаты артып кеткен. Алтын қанатты тақтың үстінде алтын мүйізді киік ойнап тұрады. Мұны көріп хан балаға риза болады. Балаға сыйлық бермек болып уәзірлерімен ақылдасады. Баланы көре алмай уәзірлері күндейді. Ханға айтып, бұл баланы тағы бір жерге жұмсайық. Күнекей қызды тауып әкелсін. Ол өте алыста. Оны іздеп барғандар тірі қайтпайды, дейді. Хан уәзірлерінен балаға қандай сыйлық береміз дегенде, сонда баяғы уәзір тұрып, тақсыр, өзіңіз қартайдыңыз. Өмір бойы бір перзентке зар болып өтесіз бе? Сізге серікке жарайтын күн астындағы Күнекей деген қыз бар. Бұл бала сол қызды тауып әкелсін, сонда сыйлық берерсіз, дейді. Бала Күнекей қызды іздеп кетеді. Бірнеше күн өткенде алдынан екі алақанына екі тауды салып жүрген бір дәу кездеседі. Бала дәуден жөн сұрайды. Дәу сонда, күн астында Күнекей қызды іздеп бара жатқан сен болсаң, мен жолдас болғалы жүрмін, дейді. Бала сол мен боламын, дейді. Екеуі жолдас болып келе жатып, бір тыңшыға кез болады. Бұл да балаға жолдас болады. Тағы жүріп келе жатса, аузына екі көлдің суын екі ұрттап жүрген тағы бір дәу кез болады. Бала жөн сұрайды. Ол екі ұртындағы суды көлге құйып, күн астындағы Күнекей қызды іздеп келе жатқан балаға дос болғалы жүрмін, дейді. Ендеше мен сол бала боламын, дейді. Бұл да үшеуіне қосылып төртеу болып келе жатады. Келе жатса, екі аяғына екі тас байлап алған, ойдан қырға жүгіріп жүрген желаяққа кез болады. Бала жөн сұрайды. Мен Күнекей қызды іздеп бара жатқан балаға жолдас болғалы жүрмін, дейді. Бала ендеше сол мен боламын, дейді. Сонымен бесеуі жолдас болып жүріп келе жатады. Бір шығанақтан тырмысып шыға алмай жатқан құмырсқаны көреді. Бала құмырсқаны шұңқырдан шығарып жібереді. Құмырсқа балаға риза болып, сендер мені құтқардыңдар, сендерге пайдам тиер. Мен бір қанатымды жұлып берейін, керек болсам тұтатыңдар, сол кезде қастарыңнан табыламын, дейді. Бір қанатын жұлып береді. Бұлар Күнекей қызды іздеп жүріп келеді. Күнекей қыз от тауының арғы жағында тұратын бір ханның қызы екен. Оның үлкен бір көк төбеті иті бар екен. Сол ит Күнекейге келе жатқан адам болса, дыбысын 100 шақырым жерден сезіп, алдынан шығады екен. Қандай мықты болса да көк төбет ит барлығын жайратып салады екен. Қызды іздеп барғандардың барлығы сау қайтпаған екен. Мұны іздеп барған адамдар көк төбеттен қорқып, қызға баруға жүректері дауламайды екен. Баланың келе жатқан ит 100 шақырым жерден біліп, жер дүниенің шаңын көтеріп, арсылдап алдарынан шығады. Баяғы тау көтерген дәу қолындағы бір тауын
итке жіберіп кеп жібергенде ит таудың астында сеспей қатады. Итті таумен бастырып өлтіріп, бұлар тағы жүріп келеді. Бұлар жүре-жүре Күнекей қыздың үйіне жетеді. Хан бұлардан жөн сұрайды. Осы жақтағы Күнекей қыз іздеп келеміз. Іздеп келуші мына отырған бала, біз жанында ерген жолдастарымыз дейді. Сонда хан, жолдарыңда бір көк ит кездеспеді ме деп сұрайды. Жолда бір күшікті кездестіріп едік, біздің лақтырған кесегімізден өліп қалды дейді бұлар. Хан бұлардың күштісіне қайран қалып отырады. Хан ертеңіне ел жұртын жинап, палуан күрестіреді. Осы топта кім күресіп, күшін асырса, қызымды соған беремін дейді. Хан ел жағынан егіз палуан шығады. Бала жағынан екі қолына екі тауыстап жүретін дәу шығады. Екі палуан күресіп, дәу жығып кетеді. Бірақ хан сөзінен тайып, бұл жолы қызын бермейтінін, енді жаяу бәйгеде озып келгеніне беремін дейді. Жаяу жарысқа хан елінен Мұстан кемпір шығады. Мұстан кемпір қолына екі шыны арақ ұстап шығады. Жолда желаяққа ішкізіп, мас қылып, өзі жүріп кетеді. Бала тыңшыға айтады. Кім алдап келеді екен, соны тыңдашы дейді. Тыңшы тұра қалып тыңдап, кемпірдің дыбысы білінеді, желаяқтың дыбысы білінбейді дейді. Бала сол арада баяғы кезікті қолына ұстайды. Ұйықтап жатқан желаяққа дыбыс беріп оятады. Желаяқ оянып, жан-жағына қараса кемпір жоқ. Жалма-жан жүгіріп отырып кемпірге жетеді. Қолына бір уыс топырақты алып кемпірдің көзіне шашып жібереді. Кемпір көзін уқалап аша алмай жатқанда желаяқ осып кетеді. Хан сонда да қызын бермейді. Қызын жасырып тығып қояды. Кім қызымды тапса, соған беремін дейді. Тыңшы тыңдап жүріп, хан қызының жер астындағы бір үйге жасырып қойғанын біледі. Қыз сол үйде кесте тігіп отыр, қолындағы инесі жерге түсіп қалады. Тыңшы тыңдап біліп алады. Хан бұларды темірден жасалған қонақ үйге жатқызады. Қонақ асын беріп сыйлап жатқаннан кейін үйді сыртынан өртейді. Бұлар оянып кетсе, үй өртеніп бара жатыр екен. Көл ұрттаушы дәу ұртындағы бір көлдің суын үпіріп тастап, өртті сөндіріп, содан соң тып-тыныш ұйықтап жата береді. Хан бұларды өлді деп күлің қарайын деп келсе, бәрі тып-тыныш ұйықтап жатыр екен. Хан тағы ойланып, бір амал табады. Ертеңіне 40 қыз бен қызымды қатар тұрғызамын. Солардың ішінен танып алған қыз кім таныса қызымды беремін дейді. 40 қызды бірдей киіндіріп, қатарлап қояды. Қараса бәрінің киген киімдері түсі бірдей. Ешкім тани алмайды. Бала сол уақытта баяғы құмырсқаның қанатын тұтатып жібергенде, құмырсқа келіп, 40 қыздың арасында тұрған күн астындағы Күнекей қыздың алдынан шығады. Бала Күнекейді содан таниды. Хан басқа істейтін амалы болмай, Күнекейді балаға береді. Бұлар Күнекейді алып еліне қайтады. Жолдастары өздерінің жеріне жеткенде баладан қалып отырады. Бала келе жатып өзінің басынан өткен оқиғасын бастан аяқ қызға баяндап береді. Оны ханға апаратынын айтады. Қыз оқымысты сиқыршы екен. Баланың ерлігіне сүйсініп риза болады. Бір сыпыра жүрген соң, ханның еліне жетуге қанша күн қалды деп сұрайды. Қыз, 2 күнде жер қалды дейді бала. Сонда қыз, сен озып ханға бар, менің алдымнан шықсын. Ең алдында хан, содан соң уәзірлері жүрсін, соңында өзің жүр дейді. Бала ханға барады. Хан қыздың алдынан шығады. Қыз келе жатқан ханды қасқырға, уәзірлерін түлкіге айналдырып жібереді. Қасқыр мен түлкілер бірін-бірі қуып кетеді. Ал күн астында Күнекей қыз бен бала қосылады. Ел жұртын жинап той жасайды. Баланың ерлігіне риза болған ел жұрты оны хан етіп сайлайды.